ұмыт болып бара жатқан ертегілерге, салт-дәстүрге, оқиғаларға тереңнен үңілетін Қазақстандағы бірінші подкастқа қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен әдеттегідей Елеусін Хадиша. Мифтер қайда және қашан шықты? Олардың атқаратын функциялары қандай? Қазақстанда қандай танымал мифтер бар? Бүгін біз осыларға құлақ салып, бірнеше мифтік әңгімені бірге тыңдайтын боламыз. Тарихи тұрғыдан қазақ мифологиясы көшпелі өмір салты мен ежелгі қазақтарды қоршап тұрған ерекше табиғи жағдайлар жағдайында пайда болды. Шексіз далалар, таулар, өзендер, шөлдер мифологиялық ойлауды қалыптастырды. Мифтер адамгершілік нормаларын тәрбиелеу және жеткізу қызметтерін атқарды. Ғаламның және табиғат құбылыстарының құпиясын түсіндірді. Қазақ мифтері еліміздің мәдени мұрасының маңызды бөлігі болып табылады. Сонымен қатар халқымыздың дүниетанымын, құндылықтарын, салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын көрсетеді. Мифтер бірнеше маңызды функцияларды атқарады. Ең бірінші тәрбиелік қызмет. Олар мінез-құлық нормалары мен ережелерін жеткізіп, өскелең ұрпаққа нұсқау қызметін атқарады. Екіншісі түсіндіру қызметі. Дүниенің пайда болуы, адамдар, жануарлар, табиғат құбылыстары туралы сұрақтарға жауап береді. Мифтер адамгершілік нормаларын тәрбиелеу және жеткізу қызметтерін атқарды. Ғаламның және табиғат құбылыстарының құпиясын түсіндірді. Осылайша, дүние мен адамның пайда болуы туралы мифтер табиғатпен тығыз байланыста болды. Қазақ мифологиясы халықты моральдық, этикалық негіздерінің көрінісі болып табылатын белгілерге, архетиптерге, бейнелерге толы. Мифологиядағы тотемдік жануарлар. Қасқыр, қыран, жылқы ерекше орын алды. Бұл жануарлар көшпелілердің өмір сүруіне қажетті күш пен төзімділікті бейнелеген. Мысалы, қасқырды халқымыздың арғатасы және қорғаушысы, ал қыран тәуелсіздік пен биліктің символы ретінде қабылданған. Бұл жануарлар мифтерде маңызды орын алады. Сонымен бірге, тайпалық тектердің нышандары, ұжымдық бірегейлікті және ата-бабалармен байланысты нығайтқан болатын. От. От тазартудың және зұлым рухтардан қорғаудың символы. От қасиетті болды және оны тазарту рәсімдерінде пайдаланды. Тау қазақтың түсінігінде әруақтар тұратын киелі жер. Тау шыңдарында ата-баба рухтары тірілермен байланыса алады. Өмір ағашы. Өмір ағашы көбінесе әлемнің осымен байланысты болды. Және әртүрлі әлемдер арасындағы байланысты бейнеледі. Көктегі, жердегі және жер асты. Қазақ мифологиясында адам жейтін, сирақтан ұстап суға батыратын, алдап арбайтын, бірақ түбі үнемі жеңіліске ұшырайтын зұлымдар бар. Мифтік кейіпкерлер. Жалмауыз кемпір мен мыстан кемпір, албасты, жезтырнақ. Қалай пайда болды? Жағымсыз кейіпкерлер не себепті әйел бейнесімен берілген? Қазақ мифологиясында қандай кейіпкерлер бар? Бұның барлығын қазір білетін боламыз. Мифологияда 40-тан астам кейіпкер бар. Олардың бірі адам жанын алатын қаскүнем болса, енді бірі жағымды кейіпкерлер. Демонологиялық кейіпкерлер. Албасты, жезтырнақ, жалмауыз, мыстан кемпір, пері, шайтан, жын, дию. Хтоникалық кейіпкерлер. Дәу алып, ергежейлі. Ілкі қаһармандар, сиқырлы көмекшілер, пірлер. Трансформацияланған мифтік кейіпкерлер, қанбақшал, тасша бала. Енді
халық аузында жүрген ең атақты мифтік кейіпкерлердің шығу тарихы мен олардың қандай мағына беретінін көрейік. Мыстан кемпір. Бұл қазақ ауыз әдебиетінде жиі кездесетін бақсы кейіпкер. Ол кейбір әңгімелерде ақымақ болып көрінгенімен көбіне дөрекі әрі ашулы болады. Мыстан кемпірдің де сырт келбеті кәдімгі бақсы демондық кейіпкерлер сияқты. Шашы ұзын әрі тіке, тырнақтары өткір, тістері қисық. Мыстан кемпір ертегілерде көбіне тісімен жер қазып, жылқы қуып, асқа у салып, бас кейіпкерлерді ұрлап, тұтқынды байлап ұстап, немесе тірідей жеп қояды. Бұл кейіпкер ертөстік, алтын сақа, мыстан кемпір, күн астындағы күнекей қыз, ай астындағы айбарша сұлу және тағы басқа ертегіде кездеседі. Әдетте жезтырнақ қолын жеңінің астына сұғып алатын сұлу да мұнайған қыз ретінде бейнеленеді. Киімі алтын күміс әшекеймен безендірілген. Бұл қазақ мифологиясындағы жыртқыштардікі тәрізді ұзында өткір тырнағы бар, адамға қас қылатын қара ниетті сұлу әйел. Жезтырнақты көбінесе ен далада, өзен көл жағасында, бейсауыт жүрген адамдарға кезігіп, оларға қастық жасауға тырысатыны туралы ертегі аңыздарда айтылады. Жезтырнақ туралы қазақ аңыз ертегілерімен қатар түркі халықтары фольклорында айтылады. Қазақ-қырғыз мифологиясында бұл жезтүмшік. Жезтырнақ туралы қазақ аңыз ертегілерімен қатар түркі халықтары фольклорында да айтылады. Қырғыз мифологиясында бұл жезтүмшік, шүлбуз. Алтай-Саян түріктерінің фольклорында дәл осы атаумен кездеседі. Жалмауыз кемпір. Жалмауыз кемпір кім? Қазақ мифологиясындағы қарға тұмсықты, аяқ қолының тырнағы сояудай. Жалмауыз. Қазақ мифологиясындағы қарға тұмсықты, аяқ қолының тырнағы сояудай. Әрі қайратты, адам жегіз, жауыз кемпір кейпінде бейнеленетін кейіпкер. Жалмауыз кемпір көбінесе ер балаларды аңдып, жеп қоюды мақсат етеді. Албасты. Албасты барлық түркі тілдес халық мифінде кездеседі, бірақ әр елде сипаты мен бейнесі әртүрлі. Қазақ мифологиясында албасты зиянкес, зұлым, жын бейнелерінің бірі ретінде берілген. Албасты кез келген тіршілік иесіне айналса да, оны жиі су жаратылысымен байланыстырады. Албасты аузынан өткір тісі шығып тұратын семіз, түкті әйел. Оның салбыраған төсі жерге жетеді. Албасты зұлым рухы Монғолиядан Германияға, Еділ бойынан Түркі мен Иранға дейін аумаққа таралған. Қырғыздар оны албасты, тәжіктер албарысты, алмасты деп атайды. Андола түріктері мен Қырым армяндары албасты десе мари, умурттар, чуваштар, татарлар, башқұрттар немесе монғолдар альбин дейді. Халықтар нанымында албасты ең мобильді демонологиялық кейіпкер. Таңертең күн көкжиектен көрініп, жоғары көтеріледі. Шуағын барған сайын мол төгіп, ыстығырақ бола түседі. Барлық тіршілік атаулыға жарық пен жылу сыйлайды. Ең жоғарғы нүктеде шырқау шегінде аялдап, тал түстен өтіп баяулап, бататын жағына қарай еңкейеді. Кешқұрым алып қызыл шырақ өлгісі келмей,
жер үстінде қимастықпен ұзақ тұрып алады. Сонда да болса, құдіретті сайтан ерліктің әлеміне, өлілер патшалығына кетуге мәжбүр. Ол жақта тынығып, күш жинап алып, әлемді жарқыраған нұр шуағына малындырып құлпыра жайнаған ғажайып күн жасау үшін шығыстан қайта туады. Күн жермен қимай қоштасқан, әрбір кеш сайын түнгі аспанда ару ай пайда болып, жұлдыздар арасында жарқырай жанады. Егер күн жарық пен жылу жолындағы күрескер болса, ай адам құпияларын сақтаушы, желеп жебеуші, махаббат пен сұлулық бейнесі. Өз өлеңдерінде айды жыр етпеген ақын жоқ. Көптеген ертегілерде ай мен күн бір-біріне қосыла алмаған мәңгілік ғашықтар. Ай ару, күн күйеу түрінде көрінеді. Көк жүзінде күн шығуы мұң екен. Ай дереу жадау тартып, жоғалып кетеді. Ай мен күн біздің орындалмас армандарымыздың аспандағы айғақтары, мәңгілік қозғалыстың, мәңгілік өмірдің нышандары, мәңгілік махаббаттың символдары. Подкастымызды ары қарай жалғастырып, бірінен кейін бірі өтетін қызықты мифологиялық әңгімелерге бірге құлақ асайық. Ай неге жалаңаш қалған? Ай өзіне көйлек тіктіріп алмақ болыпты. Тігінші айдың бой тұрқын өлшеп алады да көйлекті пішіп тігуге кіріседі. Уәделескен шағында ай көйлегін алуға келсе, көйлегі әрі тар, әрі қысқа болып шығыпты. «Иә, мен қателескен екем», дейді тігінші. Сөйтіп көйлекті қайта пішіп, қайта тіге бастайды. Уәделескен мерзім жақындап, ай көйлегін алуға тігіншіге тағы келеді. Бұл жолы да көйлегі шақ келмей қысқа болып қалыпты. «Иә, тағы да дұрыс өлшемеген екем ғой», дейді. Айдың толыса беретініне түсінбеген тігінші. Сонымен қайта өлшеп, қайта пішіп, қайтадан тігуге кіріседі. Ай тағы да көйлегін алуға келіп жатады. Тігінші киіз үйдің түңірігінен аспанда келе жатқан топ-толық өзі тіккен көйлектен 2 еседей үлкен айды көреді. Не істерін білмей сасқалақтаған тігінші басы ауған жаққа қаша жөнеледі. Ай ары іздеп, бері іздеп тігіншіні таба алмай қояды. Сол себепті ай көйлексіз, жалаңаш қалыпты. Аспанда ағайынды үшеу, күн, ай және қораз тұрыпты. Бірде ең үлкені күн адамдарға жарық сәуле шашуға кеткенде, үйде ай мен қораз қалыпты. Ай барып тұрған сотанақ екен. Қоразға тыным бермей, ақыры тәжінен ұстап алып, жерге тастап жіберіпті. Қайта оралған күн қораздың жоқ екенін көріп болған оқиғаны біліпті. Ойланып отырып, менің байқауымша, сенің ешкіммен де сыйысып, тыныш отыра алатын түрін жоқ. Қайтып бетімді көрмейін. Бұдан былай мен аспанда тек күндіз ғана жүремін, ал сен тек түнде шығасың, депті ай күнге. Содан бері қораз қызарып шығып келе жатқан күн ағысын көргенде ку-ку-ку деп айқайлайтын болыпты. Онысы қайырлы таң, мейірімді аға деген екен. Күн батып, ай көріне бастағанда қораз үйшігіне тезірек кіріп алуға асығатын көрінеді. Қарағай мен сексеуіл туралы мифтік оқиғаға құлақ салайық. Қарағай да сексеуіл де ойпатта жасы алқапта өседі екен. Бұлар қонысқа таласып, әрі отыр, бері отыр деп жақ-жақ болып бір-біріне күн бермепті. Ең соңында тіпті сойпылдасып соғысыпты. Сексеуіл мерген болса керек, өзінің жебелерін қарағайға жаудырыпты. Қарағайдың өн бойын түйреген инелер
сексеуілден атқан оқтар екен. Қарағай найзагер болыпты. Сексеуілдің тұла бойының кедір бұдырлығы қарағайдың найзасынан қалған тыртықтардың орны көрінеді. Оларды арашалау ешкімнің қолынан келмепті. Сонда тал мен терек өзара ақылдасып, бұларды бұлар соғысып жатқан майдан алаңына сел қаптатып жіберіпті. Сексеуіл селден қашып шөлге кетіпті. Қарағай судан қашып тауға безіпті. Содан бері қарағай сексеуіл келіп қалмасын деп тау басында тұрып қарауыл қарайды екен. Ал қарағайдан қорыққан сексеуіл құм шөлге бұғып сояуын кезейіктен көрінеді. Қонысқа сыйыспай соғысқан екі мықтының бірі сөйтіп үркіп тауға шығып, бірі ығып шөлге бұққан соң суы мол, топырағы құнарлы кен өңірді тал мен терек емін еркін жайлап қалған екен. Құдайдың Адам ата мен Хауа ананы осындай байырғы бақтардың біріне қоныстанғандары туралы аңыз бар. Шын мәнінде, егер басқа жерлерде алма ағашы болмаса, демек алма да болмағаны ғой. Ал мұнда алма болған. Оның үстіне нақ осы Ақсу Жабағалы қорығында өте сирек құс ұжымақ шыбыншы мекендейді. Бұл құс неге бұлай аталады? Бәлкім, сол жер бейіш бағы, адамзат тегін өрбітуші, Адам мен Хауаның мекені болған шығар. Ақсу Жабағалы шатқалы, жұмақ тұрған жер. Ал оның саясындағы қара алма тоғайы Хауа жеп қоятын, тыйым салынған жеміс үзетін бақ болуы әбден мүмкін. Қазірде осынау шын мәнісіндегі жәннат қойнаудан кетер алдында әйелдер осындағы ағаштан алма жұлып, жеп, Хауаның күнәға батуының қалжынды жорасын жасайды. Содан кейін жергілікті салт бойынша дінінің түбінде біздің арғы түп анамыздың табанызы қалды дейтін екі шұңқыры бар. Тас жатқан бұтағына түрлі түсті шүберек байлайды. Алма деген сөздің қазақ тілінде бұйрық райлы, тиіспе деген де мағынасы бар. Ей әйел, жақсылық пен жамандықты білу ағашында өсіп тұрған тыйым салынған жемісті алма. Ал енді біз әлем ағашы туралы мифті тыңдайық. Жалпы мифологиялық сана ежелгі тарихы бар, барлық халықтарға тән ортақ сипат болып табылады. Осынау халықтардың әрқайсысы әлемді қоршаған табиғатты, адам мен құдайларды шамамен бірдей түсіндіреді. Солардың бірі адам ғұмыр сүретін әлем үш бөліктен, жоғарғы, ортаңғы және төменгі үш әлемнен тұратындығы туралы мифологиялық түсінік бар. Көшпелі халықтар осынау әлемдердің әрқайсында тіршілік бар, және бұл тіршілік адамдарды өздері өмір кешетін ортаңғы әлем тіршілігіне ұқсас деп есептеді. Бұл жайында қазақ ертегілерінде де айтылған. Жердің астында тіршілік бар. Онда да адамдар мен көп қауым тұрады. Тек ол жақта жердің үстіндегідей емес, жарық түмескі, ауа тар, одан күн көрінбейді. Бірақ ондағы адамдар да жер үстіндегі адамдар не істесе, соны істейді. Яғни бұл жерде қайтыс болып кеткен адамдар тұратын жердің астындағы тіршілікті айтып тұр. Мифологиялық аңыздарда екінші өмір бар, екінші өмір дәл біздікі сияқты деп өз-өздеріне айтады екен. Яғни бұл жерде жарық көмескі, ауа тар, күн көрінбейді деп жер астында жерде қазылып жатқан адамдардың қалай өмір сүретіні туралы мифологияда қалай айтылатыны бейнеленген. Ал жоғары әлемде керісінше, жарық пен күннің шуағы мол. Жоғарғы әлемді мекендеушілердің денелерінен жарқыраған сәуле төгіліп, нұр шашылады. Ертегі адамдардың мифологиялық түсініктерінде
осы үш әлемнің мекендеушілері жайында нышандық түсінік орнықты. Ортаңғы әлемде 4 аяқты, 2 аяқты жануарлар, соның ішінде адамдар тіршілік етеді. Жоғарғы әлемнің нышандары қанатты мақұлықтар, құстар болып табылады. Ал жер асты мен су асты әлемнің нышандары сондағы мекендеушілер, бақалар, жыландар, тасбақалар және балықтар. Сондықтан қазақтың сиқырлы һәм қиял ғажайып ертегілерінде жоғарғы әлемде тұратын мақұлықтар жерге құс кейпінде келеді, ал өз өмірлерінде олар адам бейнесінде өмір сүреді. Өз кезегінде төменгі әлемнің мекендеушілері де жер үстіне жылан кейпінде шығады, ал өздерінің үйреншікті жер асты ортасында олар да адам бейнесінде жүреді. Кейінірек осы мифологиялық түсініктер құрама буданды бейнелерге ауысты. Ертегілер мен мифтерде құс адамдар, яғни қанатты адамдар, жылан адамдар, балық адамдар пайда болды. Жердің байырғы халықтарының мифологиясындағы аса маңызды бір нәрсе космологиялық тамыр ретіндегі әлем ағашы туралы ұғым.